Армысыздар, құрметті көрермен. Біз бүгін баспана бақыт хабарының эфирінде сіз үшін өте маңызды тағы бірнеше сұрақты сараптап түсіндіріп береміз. Бірінші, 7-20-25 ипотекалық бағдарламасына кімдер қатысады? Екінші, қалай қатысады? Үшінші, қандай үйлер алуға болады? Міне, бүгінгі эфирімізден осы сұрақтарға нақты әрі тұшымды жауап аласыз. Сонымен, 7-20-25 бағдарламасына кімдер қатыса алады және қатысушыға қойылатын талаптар қандай? 7-20-25 бағдарламасына Қазақстан Республикасының барлық азаматтары қатысуға құқылы. Ол үшін бағдарлама шеңберінде еңбек немесе кәсіпкерліктен табатын табысын растай алуы, ипотекамен алған жылжымайтын мүлік қарызының жоқтығы, сондай-ақ меншік құқығында жеке басына үй немесе пәтер тіркелмеген болуы шарт. Пәтер алғысы келетіндер үшін маңызды тағы бір мәселе бар. Үйді немесе пәтерді таңдау құқығы өзіңізге беріледі. Алайда таңдаған пәтеріңіз бағдарламаның шартына сай келуі тиіс. Ол қандай шарт? 7-20-25 бағдарламасының шартына сәйкес, қарыз алушы құрылыс компаниясының бастапқы тұрғын үйінен енді ғана қолданысқа берген жаңа пәтерлерін немесе жаңа үйлерін таңдай алады. Бастапқы тұрғын үй деген не? Ол құрылыс салушыдан, тапсырыс берушіден немесе құрылыс инвесторынан тұрғын үйін өткізетін басқа да заңды тұлғалардан сатып алған кезде жекеменшік құқығы алғаш рет тіркелетін жылжымайтын мүлік нысаны. Жайлы, жылы әрі жарық үйде тұруға әрбір қазақстандық құқылы. Үйі бардың күйі бар деген сөз бекер айтылмаған. Ендеше сіз де 7-20-25 бағдарламасына қатысып, армандаған үйіңізге қол жеткізіңіз. Бұл бағдарламаға қатысудың жолы қандай? Ең бірінші қадамыңызды неден бастайсыз? Экранға назар аударыңыздар. Қарыз алу үшін сатып алғысы келген үйді немесе пәтерді бастапқы нарықтан өзіңіз табасыз және брондап қоюыңыз керек. Брондау шарттарын құрылыс салушы белгілейді. Қарыз алу үшін серіктес банктердің біріне өтініш бересіз. Банкке қажетті құжаттарды өткізесіз. Банкке қажетті құжаттарды өткізгеніңіз жөнінде құрылыс салушыға хабарлайсыз және пәтерді немесе үйді брондау мерзімін ұзартасыз. Банк құжаттарды тексеріп шыққан соң барлық шарттарға сәйкес келген жағдайда несиені мақұлдайды. Қарыз алушы банктың кепілдеме хатын құрылыс салушыға ұсынады. Құрылыс салушы сатып алу сату шарттарын жасайды. Сатып алу сату шартын нотариус куәландырған соң, қарыз алушы тұрғын үйдің кепіл құнының 20%-ын құрылыс салушының есепшотына аударады. Сатып алу сату шартын азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына тіркету міндетті. Мұны egov.kz сайт арқылы онлайн режимде жасауға болады. Сатып алу сату шарты тіркелген соң, оны банкке өткізесіз. Қарыз алушы банк жасаған шартқа қол қояды. Онда қарыз алудың шарттары, төлем кестесі, сатып алынған үйдің кепіл шарты көрсетіледі. Кепіл шартты азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына тіркету қажет. Тұрғын үйді кепілге қою туралы шарт мемлекеттік тіркеуден өткен соң, банк қажетті қаржыны құрылыс салушының есепшотына аударады. Міне осы шарттарды орындаған соң, армандаған баспанаңызға қол жеткізесіз. Біз бүгін 7-20-25 бағдарламасы бойынша үй алғысы келетіндер үшін бір қатар сұраққа жауап бердік. Баспана ипотекалық ұйымының серіктес банктері қалай жұмыс істейді? Банкке қандай құжаттар өткізу қажет? Айлық табыс мөлшері қандай болуы шарт? Осы және өзге де сұрақтарға келесі хабарымызда банк мамандары жауап береді. Шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін.